Достар, бір қамырдан екі түрлі нәрсе жасаймыз, яғни пицца мен сосиска в тесте жасаймыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен жылы суға тұз, ашытқы және де сұйық май құйып, ұнды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Иленген қамырды бетін жауып, 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Осылай көтеріліп ашып шығады. Қамырды ұн себе отыра дөңгелек етіп жайып аламыз. Табаға пергамент қағазын төсеп, қамырды салып, сосискаларды салып, осылай видеодағыдай жан-жағын жақсылап жауып шығамыз. Және кетчуп пен орегононы араластырып қойып қоямыз. Осылай кескіндер жасап, пышақпен орегоно мен кетчупымызды жағып аламыз. Және үкіштен өткізілген сыр, мен осындай нарленнің колбасасын қолданамын. Өте таза халал өнім. Және де осылай помидор, сырды қойып 200 градуста қызып тұрған пеште 10 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Пицца мен сосиска в тесте деп атасаңыздар болады. Рецепт ұнаса парақшама дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Шаршап тұрғандай тез-тез тағам жасағымыз келеді және де дәмді болғанын қалаймыз. Мына рецепт сіздерге қажет болады, сақтап алыңыздар. Алдымен пиязды қызып тұрған майға 5 минуттай қуырып аламыз. Ары қарай үстінен тартылған етті салып 2-3 минут қуырамыз. Осылай қуырылғаннан кейін үстінен үкіштен өткізген сәбізді салып қуырамыз. Және де қызанақ пен сарымсақты блендермен езіп алып, осылай үстіне құйып араластырып, дәміне қарай тұз, өздеріңізге ұнаған дәмдеуішті қосып, кішкене ғана су құйып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қалаған макарондарыңыздың үстіне салып, осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Жай ғана нанның кусоктарынан балаларға осындай өте оңай жолмен жасалынатын пицца жасап береміз. Өте дәмді, тура пицца сияқты болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен ыдысқа көбіктеп туралған колбаса, сыр, помидор және де осындай қаймақ немесе майонез қосып араластырсаңыздар болады. Ары қарай табаға кез келген нанды осындай бөліктерге бөліп қоясыздар. Және де кетчуп пен майонезді осылай араластырып, әр нанға жағып шығамыз. Жаңағы дайындап алған колбаса мен сыр, помидорды осылай әр нанның бетіне салып шығамыз да пешке 200 градус қызып тұрған пешке 7-8 минутқа салып аламыз. 7-8 минуттан осылай пісіп шығады. Оның ішінен сыр сеуіп, тағы да 1-2 минутқа пешке салып аласыздар. Сонда біздің пиццамыз осылай дайын болады. Пицца нағыз балаларға арналған пицца болып шығады. Осылай кішкене ғана бөліктермен жасалған, балаларға өте қатты ұнайды деген сенімдемін. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп алыңыз. Бар болғаны 5 минутта таңғы асқа осындай тіске басарлар жасаймыз. Өте дәмді, өте тойымды болып шығады. Алдымен кесіп алған нандарымызды духовкаға 5 минутқа салып қоямыз. Ары қарай 2 ас қасық майонез немесе қаймақ саламыз. 2 тісше чеснокты және де сырды осылай үкіштен өткізіп алып, қалауыңызша укроп қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап бір-бірімен біріккенше араластырып аламыз. Нандарды алып, 1 ас қасықтан осылай әр нанға жақсылап жұқалап жағып шығамыз. Жағып алғаннан кейін қайтадан пешке 5 минутқа салып аламыз. Міне достар, осымен біздің тіске басарларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, өте оңай жасалынады. Егер рецепт ұнаса парақшама дәл қазір тіркеліп алыңыз. Көп қыздардың менен сұрайтыны, самсам дұрыс шықпайды, самсаның сырты қатып қалады, іші дәмсіз болады, самсаны қалай әдемі қылып жасауға болады деп сұрап жатады менен. Осылай сіздерге песочный самсаның ең сәтті шығатын рецептін ұсынамын. Алдымен ұнға сары майды салып, осындай крошка жасап аламыз. Оның үстінен 1 жұмыртқа, қаймақ және разрыхлитель қосып, осылай жұмсақ, әдемі қамыр илеп аламыз. Қамырымыз пакетке салып 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Мен осындай фаршпен жасадым. Фаршпен жасаған өте дәмді шығады. Фаршты да дұрыс таңдай білу керек. Фарш менде төс етінен жасалған фарш. Мен фаршты Астана қаласы бойынша Премьер фарм дүкенінен аламын. Өте дәмді болып шығады. Осылай фарштың үстіне міндетті түрде көбірек пияз қосқандарыңыз дұрыс. Тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қамырды холодильниктен алып 29-30 граммнан бөліп аламыз. Осылай қамырымызды дөңгелектеп жайып, ортасынан осындай кескін жасап, 1 шай қасық көлемінде фаршты саламыз да осылай айналдыра жасап түйіп аламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын түйу жолын жасасаңыздар болады. Негізі осылай жасап дастарханға қойсаңыздар, дастарханыңыздың сәнін ашып әдемі болып тұрады. Шеткі жағын осылай қайырып, жұмыртқаның сарыуызын жағып, және де осындай қара күнжітті жақсаңыздар, өте әдемі көрінеді. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минутта осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Рецепт ұнаса парақшама дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.
Ашымаған қамырды табаға құйып, үлкен және жұмсақ дәмді пицца жасаймыз. Қамырды ашытып, жайып, әуре болып жүрмейсіздер. Алдымен айранға тұз, шекер, разрыхитель қосып араластырамыз. Оның үстінен бір жұмыртқаны салып, оны да жақсылап араластырамыз. Електен өткен ұнымызды салып, венчиктің көмегімен міне осындай масса жасап аламыз. Табаға пергамент қағазын төсеп, барлық массамызды құйып, теп-тегіс етіп, осылай жайып аламыз. Мен осылай кетчупты жағып шығамыз. Колбасаны майдалап турап салдым. Қалауыңызша үлкен етіп турап салсаңыздар болады. Үкіштен өткізген сырымызды қосып, 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болды. Жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де парақшама тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар.